құрметті аралас шығармашылық тобының оқырмандары, маған сұрақтар қойылған екен, соған жауап берейін. Бірінші сұрақ Рамазан Бимағанбетовтен келіпті. Аралдың қай жағында тұрасыз дейді. Аралдың Жаңаауыл мөлтек ауданында тұрамын. Деуір Құлынбетов ең бірінші ойында қалай қобалжыдыңыз дейді. Мен вообще қобалжыған жоқпын. Сөзімді ұмытып, сасқалақтап, құлап қалып, басқа ондай ешқандай қобалжу болған жоқ. Бір кішкене қорқыныш болып, ол қобалжуға жатпайды. Артынан дұрыстап кеттік қой. Болашаққа деген ең негізгі мақсатыңыз, мақсатым театр актері атану. Құдай қаласа, ол ауылда алыс емес. Құдай қаласа, Астана Әзіл-Сақ театрының актері болып жұмысқа орналастым. Осы жақында документ дайындап отырмын. Мамандығыңыз қандай? Сары. Және жайдарман жолына түскеніңізге өкінбейсіз бе? Жоқ, ешқандай өкінбеймін. Өйткені көптеген достар тауып берді. Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, бүткіл қала, ауыл, аудан, село, разъезд участоктарына дейін бардым. Жер көрдім, ел көрдім, көптеген достар таптым. Өміріңізде ең қатты қуанған сәтіңізді әңгімелеп бересіз бе? Өмірімде ең қатты қуанғаным жаңа не? Мынау саған деген кезде вау деп қуанғаным сол. Білмеймін не екенін. Сіз үшін нағыз жайдарманшы қандай болу керек? Мен үшін нағыз жайдарманшы тәртіпті, үлгілі, саясаттан болсын, қандай нәрседен де хабары мол, жаңалықты қалт жібермейтін адам болу керек. Сонда әдемі әзілдер шығады, әдемі идеялар келеді, сол кезде мықты жайдарманшы болады. Жайдарманшылардың ішінде кімді үлгі тұтасыз? Жайдарманшылардың ішінде ешкімді үлгі тұтпаймын, өзімді үлгі тұтып жүрген жайым бар ағайын. Бала күннен осындай әзіл қойсыз ба, әлде қоғамда қалыптасу барысында өзгеріңіз? Мен 9-шы класстан бастап әзіл қой бола бастадым, өйткені басым жарылып, содан кейін әзіл қой болдым. Аралас тобында ең жақын жан досыңыз тек бір адам дейді. Ғалым Махамбетов, екеуміз репост көп жасаймыз деп. Жайдарман ойнағаннан бөлек тағы қандай қызығушылықтарда өнеріңіз бар? Нарды ойнаймын. Өзіңіздің нағыз мықты жайдарманшы деп есептейсіз ба? Иә. Аралға қашан келесіз? Ертең барам. Сізде қандай телефон? Сары. Сұрақтарды қойған аттары кім? Қайырбек Рахымжанов деген соңында Аралға қашан келесіз? Сізде қандай телефон бар деген Қайырбек Рахымжанов. Көп рахмет. Жақсы, өте ойланатын сұрақ қойыпсыз. Айжан Алданова өте керемет, өте қиын сұрақтар сізден болды. Көп рахмет. Үлкен жайдарманшы болыңыздар. Ағаңсаған армандарыңызға жетіңіздер. Чемпион болыңыздар.